Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сауытбек қызы. Бүгінгі видеода қазыны оңай айналдырудың әдісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен чесногымызды осылай майдалап турап алдық, және де бізге 5 литрлік баклажка қажет болады. Осылай қақпағын төбесін ойып алатын боламыз. Қақпағын жаны қалады, осылай бұралатындай болып тұру қажет, және де артқы жағын осылай кесіп аламыз. Неке осылай бұралуы қажет. Енді қазымыздың етін сүйегінен ажыратып өзімізге ыңғайлы етіп кесіп алатын боламыз. Енді мариновать етеміз, ол үшін тұзымызды саламыз, осындай қара бұрышымызды және де бағана турап қойған чесногымызды салып мариновать етіп қоямыз. Енді бізге керекті заттар: баклажкамыздың басын дайындап алдық, және де пияз қажет болады. Пияз бізге не үшін қажет? Пияз бізге шектерді, жамандарын айдап шығу үшін қажет. Шектерді көп қайтара жуғанда да бізде ортасында ішінде қалып қалатындар болады. Сондықтан таза жуылу үшін, таза кету үшін осылай нығыз тұратын пиязды кіргізетін боламыз. Неке осындай видеода көрсетілгендей кіргізіп, екінші жағынан жамандарын айдап шығатын боламыз. Неке тура осылай жасасаңыздар тап-таза болатын болады. Және де баклажкамыздың басын ашып аламыз. Осы басын ыңғайлы етіп шекке кіргізіп, шектің басын біздің баклажканың басына үстіп кіргізетін боламыз. Нығыздап кіргізгеннен кейін екінші адамның көмегі қажет болады. Екінші адам біздің баклажканың қақпағын осылай төбеге қаратай бұраса болғаны. Неке бұраған кезде біздің шегіміз нығыз тұрады, және де баклажканың артқы жағынан өзіміздің етті удобно етіп, және де тез әрі жылдам етіп кіргізе беретін боламыз. Тура видеодағыдай істесеңіздер болады. Неке достар, қараңыздаршы, біздің қазымыз өте оңай айналдырылып жатыр, өйткені біздің баклажкадан өте оңай кетіп жатыр. Алдында бізде етті кіргізіп шекке, одан кейін арғардай апару өте қиын болатын. Осындай әдіспен бізге өте оңай әрі 24 қазыны өте оңай айналдырдық. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер, өйткені бізге өте қатты ұнады. Жыл сайын осылай айналдырамыз біз, сондықтан да осы әдісті сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Неке басына тірелген кезде ешқандай шитығып, оны кейін асатын кезде байлап бүйтудің қажеті жоқ. Престің жібін майдалап осындай бөліктерге бөлгеннен кейін осылай байласаңыздар нығыз тұрады. Және де екінші басында осылай байлап дайындап қоямыз. Біздің асуға өте дайын болып тұрады. Не достар, өте оңай ажыраған біздің қазыларымыз дайын. Барлығын осылай ары қаратай өткізе беретін боламыз. Мінекей достар, біз бір ғана баклажканың көмегімен қаншама қазыны өте оңай әрі тез айналдырып алдық. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Біз жыл сайын
дәл осылай айналдырамыз. Және де достар, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің арнамда көптеген рецепттер шығады. Келесі видеода мен сіздермен қарынды өте таза етіп, иісін шығармай жуудың әдісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде қараңыздар.